Құдай сіздерді жарылқасын. Құдай сіздерді өте қатты сүйеді. Құдайдың саулығы келсін сіздің өміріңізге, сіздің жан дүниеңізге. Құдайдың ақ батасы мен тыныштығы болсын. Біздер осы киелі кітаптан әрқашанда зор рухани тамақ аламыз өзімізге. Осы киелі кітапта біздерге Құдайдың ақиқат шындығы жазылған. Сол ақиқат шындығынан әрқашанда, әр күнде тойынып қалған бауырластарымызбен куәлік ретінде бөлісейік, әумин. Мына жақта Корынтықтарға арналған 2-ші хат, 4-ші тарау, 16-ші аятта былай жазылған: сондықтан да еш мойынбаймыз. Тәніміз тозып әлсірегенмен, жан дүниеміз күн сайын жаңара түсуде. Уақытша көретін жеңіл азаптарымыз бізді өздерінің әлде қайда зор, тіпті шексіз де мәңгілік ұлылыққа жеткізеді. Сонымен көзге көрінетін емес, көрінбейтін нәрселерге назар тігеміз. Себебі қазір көрініп тұрғандар өткенше, ал көрінбейтіндер мәңгілік. Аумин. Сондықтан біздер әрқашанда Құдайға назарымызды аударуымыз керек. Егерде біздер күннен күнге Құдайға назарымызды аударсақ, біздің мұқтаждықтарымыз өзімен өзі шешіледі. Өйткені Құдай біздің жүрегімізді көріп тұрған Құдай. Құдай біздің әрбір дұғаларымызды естіп тұрған Құдай. Құдай біздерге әрқашанда, біздер шаршағанда біздерге күш қуат беретін Құдай. Сондықтан да осы сөздерге назар аударайық. Өйткені біздердің тәніміз әлсіреп, уақытымен біздер айнаға қарағанда біздерге уақыт өзінің нәрселерін алады. Сондықтан біздер тәніміз әлсіреп, тәніміз артайса да, біздің жан дүниеміз күннен күнге жаңара түседі. Өйткені біздің рухымызда, біздің жан дүниемізде Құдайдың киелі рухы бар. Біздер Құдайдың киелі рухымен әрдайым тілдескенде, біздердің тәніміз де, жанымыз да жаңарады. Өйткені біздер Құдайдың көз алдында жас қырандай самғап жүреміз. Өйткені біздерді еш қиыншылық жеңіп шыға алмайды. Біздер әрқашанда өзіміздің өмірімізде жариялауымыз керек. Мен күшті адаммын. Мен ешқашан шаршамаймын. Менде күш қуат бар. Мен толықтай Құдайдың қызымын, Құдайдың ұлымын, Құдайдан күш қуат аламын деп біздер жариялап жүруіміз керек. Өйткені біздер қиыншылыққа мойынсынып, қиыншылыққа жеңіле беретін болсақ, біздер әлсірейміз. Сондықтан да осы